Hello, how are you? Сәлем, балақай, қалың қалай? Сені осы жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын. My congratulations. Осы жылы сен менімен бірге ағылшынды жақсы үйренесің деген үміттемін. Окей? Алғашқы сабағымыз танысу сабағы болғандықтан өзімді таныстырып кетейін. Hello, my name is Miss Alfia and I'm your English teacher. Nice to meet you. Танысқаныма қуаныштымын. Өзіңнің кітабындағы 4-ші бетті қарашы. Сол бетте қыз бен бала тұр. Біреусі hello, біреусі goodbye деп тұр. Яғни өзің біліп отырғаныңдай, бүгінгі өтетін сөздеріміз hello, сәлем деген сөз, және goodbye, сау бол деген сөз. Сонымен қатар бүгін біз есімімізді сұрап үйренеміз. What's your name? My name is Mrs. Alfia. And you? Ал сенің ше атың кім? Ендеше осы 4-ші беттегі сөздерді бүгін үйренеміз. Сонымен қатар кітабыңның 5-ші бетін қарай қойшы. Сол жерде бізде кішігірім мини-story берілген. Мини-story ол дегеніміз кішігірім әңгіме деген сөз. Кәнекей біздің теледидарды қосайық та бейнебаянға назар аударайық. Hello, I'm Nanny Rose. Hello, Nanny Rose. Hello, my name's Nanny Rose. What's your name? Hello, I'm Liam. Hello, my name's Nanny Rose. What's your name? Hello, I'm Lily. This is Charlie. Hello, Charlie. Oh, goodbye, Charlie. Окей, балақай, сіз бүгінгі біздің кейіпкерлерімізбен таныс болдыңыз ба? Я, бүгінгі біздің кейіпкерлеріміз Nanny Rose and Liam and Lily. Да? Міне осы, еще біздің маймыл досымыз бар, я? Чарли деген. Осыларды жаттап ал, кейінгі осы кітапта бізбен бірге осы кейіпкерлеріміз әрдайым бізбен бірге жүретін болады. Окей? Жаңағы мен алғашында айтып кеткен жаңа сөздерімізбен таныс болайық. Жақсылап тұрып танысайық. Ал енді менің артынан қайталай ғой. Hello. Hello. Сәлем деген сөз. Кәне, қайталайшы. Hello. Ал енді сау болыңыз деген сөзді көрейік. Goodbye. Goodbye. Жарайсың. Және де енді өзіміздің атымызды таныстырып көрейік. My, менің деген сөз. Name, есімім. Is. My name is. Содан кейін атымды қоюым керек. Кәне, қайталашы артымнан. My name is. Тағы да бір қайталап жер балақай. My name is. Окей, good. Керемет, жарайсың. Енді сіздерге тапсырма. Ата-аналарыңызға барып, менің атым осындай деп ағылшынша айтып берші. Және де бүгінгі өткен сөздеріңді hello және goodbye деген сөздерді де айта қой. Жарай ма? Ата-анаңды бүгін алғашқы сабақта үйренген нәрселерімен қуант. Окей, ендігі кезек бізден үй жұмысына келді. Үй жұмысы бүгінгі өте оңай. Very easy. Оңай дегеніміз ағылшынша easy. Жаттап ал. Easy. Енді келесі бейнебаянда қазір мен саған видео түрінде үй жұмысын қалай істеу керек екенін барлығын толыққанды түсіндіремін. Окей? Сен сол бойынша үй жұмысын орындап кел. Ал балақай, ендігі кезек бізде үй жұмысына келді. Бүгінгі өткен және танысқан біздің кейіпкерлеріміз міне Nanny Rose and Liam
одан кейін Лили және біздің маймыл досымыз Чарли. Мына жерде сенің өзіңнің суретің тұру керек. Соны әдемілеп тұрып, өзің сала қой. Жарай ма? Келістік. Және бүгінгі өткен жаңа сөздерді жаттап келеміз. Окей? Үй жұмысына саған 19 беттегі тапсырма берілді. Ол жерде өзің суретіңді салып, әдемілеп Нани Роуз, Чарли, Лиам және Лили деген достарымызды бояп келу ғана. Келесі сабақта кездескенше. See you in the next lesson. Goodbye, my dear.